ықылым заманнан бері көптің ортасына жылдам жетіп, кең таралған өнердің ең түсінікті және көне түрі. Әншілік өнер музыкалық шығарманың образды идеялық мазмұнын әнші дауысының мәнерімен, күшімен жеткізу және ашу өнер болып табылады. Дедімен, қазақ музыка өнеріндегі акапелла жанрындағы алғашқы топ. Топ құрамы бірыңғай жас жігіттерден құралған. Акапелла әнді немесе музыкалық шығарманы ешқандай музыкалық аспаптың көмегінсіз орындау. Қазақ ән өнеріне енді ғана қосылған топтың мақсаты биік. Олар қазақ әнін әлемге танытумен бірге таза дауыс арқылы бүкіл әлемді мойындатсақ дейді. Бұл бағытта Дедіменнің жігіттері тынбай еңбектенуде. Әнді ғана емес, әуенді де мың құбылтатын өнерпаздардың асуы асқақ болатыны шырқадан әнінен байқалады. Қазір жетекшіміз продюсеріміз Сабишев Алмат Ахатұлы басымызды біріктіріп қосқандықтан барлығымыз бірге бес дауыста өзіміз бірге ән салғанды жақсы көреміз. Өзімізге ұнайды. Оны айту меніңше оңай емес, ол әрине бір минут тыңдауың керек. Енді ол музыка жағынан алатын болса қиыншылықтар бар, біраз қиыншылықтар. Бірақ біз жігіттермен ол қиыншылықтардың бәріне көшініп, бірге жұмыс жасаудамыз, кәсіпорынмен жұмыс жасаудамыз. Топ құрамында ән салумен қатар битбоксты да қатар алып жүрген әнші жігіт бар. Битбокс деген не? Ендеше бірге білейік. Битбокс жанры ол деген 1920-30 жылдар дамыған, ол ауызбен барынша ырғал аспаптарды салып кетіру. Мысалы, ең басты инструмент ол бочка. Тағы да көптеген хай-хет, вокалды инструменттер бар. Осылардың бәрін алмастырып, бірге музыка істеу. Ол енді кішкентай кезімізде телевизор көп көріп, интернет деген қазір өте дамыған. Интернеттен көп қарайсыз. Интернетте көптеген қазір әлемде небір күшті битбоксерлер бар, соларды тыңдап, құлағына сақталып, ең басты жаттау көру жаттау естіп жатқан. Сол арқылы біз енді дамытып, енді өзімізге қатты ұнағаннан кейін сол дамытып өзімізді естіп істеп үйренеміз. Жаңа жылдық мерекелік кеште осы әнді Орда тобы Мақпал Исабекова, сондай-ақ Видның тобы бірігіп орындап, жұртты таңғалдырған болатын. Топ әншісі Айдолдың айтуынша, кез келген адам акапелла әншісі бола алмайды. Негізгі біз өзіміздің мамандығымыз хор дирижер мамандығы болғаннан кейін бізде хор дирижер мамандықтарына акапелла айту өте оңайға соғады. Өйткені олар оқуға түскеннен бастап көп дауысты әнді үйренеді. Бастамасы өте қиын, ансамбль болу керек, көп дауыс болғасын, ансамбль өлең табу керек. Группу «Видмен» за кулисами проекта называли тяжелой артиллерией. И действительно, «Видмен» — серьезные соперники. Ни одной вокальной ошибки, слаженность и идеальное чувство команды. Очевидно совершенно, что это не стандартная музыкальная группа, и это не очень принято в нашем музыкальном обществе манера исполнения. У вас на всех пятерых одно большое сердце. За эти 5 лет я впервые вижу, что люди, которые выходят на эту сцену, не один, не два, не трио, не квартет, а 5 человек, которым нравится то, что они делают. Просто я в восторге, браво, ребята, так держать. Көрермендеріміз сіздердің өнерлеріңізді тамашалауға асығып отырған сияқты. Сондықтан мырзалар, ән шырқайтын кез келген сияқты.